Қайырлы кеш, біз садиктен шығып жатырмыз. Таксида магазинге кіріп. Біздің ертеңіз не айтады, соның желаниесін орындаймыз. Мына жақта көшедегі мысыққа ням-ням береді деп кет алып жүр. Үйдегі мысыққа бермейсің ба, дочи? Дотикон? Сөйлескім келеді, кездескім келеді дейтін қыздар мұнаншама. Пожалуйста, жазыңыздар, хабарласыңыздар. В основном менде баяғыдан келе жатқан басқа қаладан қыздар онлайн жасап келдім ғой. Енді қазір офлайн жасауға да дайынмын. Жалпы кешеде бір врач, бір құрбым хабарласқан. Маған айтады, менде барлығына жеттім дейді. Случайно оған хабарласып қалдым, өзім бір зат сұрайын деп. Сонда айтып жатыр, у меня все есть, и машина, и квартиру купила, но что-то мне не хватает. Ақшамда бар, бәрі түгел бар. Ну что-то у меня внутри, мына жеріме бір зат жетпейді депті. Давай поработаем деп айтып жатырмыз да, енді ақылдасып. Сол айтарым, если что, запись жазыла беріңіздер. Қайырлы таң, қалайсыздар? Қыздар үйде садиктен қалып, садик жоқ, бүгін демалыс. Кеше осындай букет келді, әдемі букет. Менің бір оқырманымнан. Павлодар қаласы дейді. Павлодар қаласы. Сәтпескі қалдырып жіберіпті. Сіз бар жақсыға лайықсыз дейді. Үлкен рахмет жаным. Ақерке деген қыз екен. Ақерке, саған бақыт тілеймін. Денің сау болсын. Кішкентай бір балам бар, ұлым бар дейді. Ұлыммен болашақтарыңыз жарқын болсын. Жүрегімнен айналдым маған деген осындай сыйлық жіберіп жатырсыз. Басқа қаладан. Өтсе қуанып қалдым. Хан не болды? Ханның видеосы бар ма деп менен сұрай бергенше, давайте мы поговорим с вами о серьезных вещах. Ауқымды тақырыптарды қарайық. Таңертең 6-да шыққан пенсионер кісіні 27-дегі бала салып тастаған көгала қойды. Ол кісі енді реанимацияда жатыр. Жастар не болып жатыр? Конечно, жастар сондай болады, ана орта мына ханның өзі мынандай болып жатқан кезде, мынандай нәрсе көрсетіп жатқан кезде. Керісінше нәрселер болу керек тұғын. Неге осындай проблемаларды қозғамаймыз біз? Ханның видеосы бар ма? Ана ойбай біз көрмедік, не көріп? Дегенше. Мына кеше мысалы Мұхтар Шаханов ағамыз қайтыс болып жатыр, кәдімгідей бір эпоха кәдімгідей, үлкен ғұлама кісілер, жақсы кісілер кетіп жатыр. Ғалымдар кетіп жатыр. Алдында Мағауия ағамыз кетіп жатыр. Исраил Сапарбаев, оның айтай берсең көп қой, Ескендір Хасанғалиев болсын, оның алдында анау мынау деген сияқты. Енді бері қарай келіңіздер. 50 жылдан кейін кімді шығарып саласыз солай? Жылап сықтап. Кімді қайғырып айтасыздар? Осыны ойландыңыздар ма? 100 жылдан кейін мен айтпай-ақ қойын, бір 70-80 жылдан кейін кімді білмеймін мен, кімді. Мен айтпағанда, мен санамағанда. Керемет айтушы еді осы жігіттер. Енді жасымыз ұзақ болсын, Алла ұзағына өмірді нәсіп етсін дегенмен де. Жаңа пенсионер кісі енді жатыр реанимацияда. Не үшін ұрды ол? Ақша, жастар жұмыс істемейсіңдер ме? Ондай балаларды сразу соттап жүр керек. Бұл вообще қайтармау керек ондай. Кешірім болмау керек ондай. Біз сразу айтамыз, закон должен быть таким жестким. Бізде болмайды анандай. Кешірім сұрады, анау сұрады деген сияқты. Біреуге қолын ішін тигізуге болмайды, айтып отырмын ғой. Ол Алланың берген аманаты. Одан қалған қазір ерекше балалар көп келуде дүниеге. Америкада екінің бірінде семьяда ерекше балалар бар. Оларда жағдай жасалған. Бізде ше? Ерекше бала туылса үйден не істейді? Күйеуі қашып кетеді. Көтере алмайды ана сынақты. Одан қалған әйел жалғыз қалады сондай балалармен. Үкімет көмектесіп жатқан жоқ. Каждый баланы,
сол ерекше баланы алып барған кезде сен логопедке барасың, анаған барасың, мынаған барасың, массажы бар деген сияқты, физический культура. Понимаешь, осының бәрі ақша. Неге осындай темаларды қозғамайсыздар? Қаншама халық, қалың қазақ үйсіз күйсіз жүр, кредитпен. Жоқ, ханның видеосы бар ма? Ханның не болып қал? Біз мына түрімізбен өспейміз. Сіздер не ойлайсыздар?